Ассалаумағалейкум қазақ елі, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Тоқаев қазақстандықтардың кредит тарихына қатысты тапсырма берді. Президенттің айтуынша, кредиторлар азаматтардың борыш жүктемесі күрт өскенін байқамайды және оны объективті түрде есептей алмайды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев банктерден кредиттік бюроға ақпарат жіберу мерзімін қысқарту мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Президенттің айтуынша, соңғы жылдары алаяқтықпен байланысты қылмыстар саны өсіп барады. 9 айда елде 32 мың алаяқтық фактісі тіркелген, олардың тең жартысы интернет арқылы жасалыпты. Кредит тарихындағы өзгерістер 15 жұмыс күні ішінде жаңаратындықтан осындай жағдайлар болып жатады. Сонымен қатар бір адам түрлі банкте бірнеше кредит рәсімдейтін фактілерде кездеседі, деді Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 6-шы отырысында. Оның айтуынша, кредиторлар азаматтардың борыш жүктемесі күрт өскенін байқамайды және оны объективті түрде есептей де алмайды. Оның үстіне бұл қаржы нарығы субъектілеріне де теріс әсер етеді. Өтімсіз қарыз портфелін ұлғайтады. Кеңес мүшесі Марат Шибутов бұған дейін кредиттік бюроға ақпарат жіберу мерзімін заңнамалық тұрғыда бір жұмыс күнінде дейін қысқартуды ұсынды. Бұл ұсынысты зерделеген жөн деп түйіндеді президент.